Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон ол LG Q6A, яғни Q6 деп айтып жатады ғой, орысша айтатын болсақ. Қандай мәселемен келген телефон бетінде пин кодын, графикалық кодын айтқанда ұмытып қалған егесі. Егер сіздер осылай пин кодын ұмытып қалған болсаңыздар, онда үй жағдайында бұл бұғатта қалай өз қолдарыңызбен шығаруға болатындығын көрсететін боламыз. Сонымен телефон сіздер өшіріп қосу кнопкасын бастырып өшіресіздер. Өшіру. Телефон өшкен соң екі кнопканы бірдей басасыздар. Дауысты төмендететін минус кнопкасын, өшіріп қосу кнопкасын басып тұрасыздар. LG логотип жағынан өшіріп қосу кнопкасын жіберіп қайттан басасыздар. Сонда бізде Factory Data Reset деген меню шығады. Яғни минуспенен өшіріп қосуды басып тұрасыздар. LG Q6A деген логотип шыққан кезде өшіріп қосуды жіберіп қайттан бассаңыздар, осы Factory Data Reset деген шығады. Одан кейін сіздер минуспенен төменге түсесіздер. Yes дегенге келген кезде өшіріп қосу кнопкасын басасыздар. Тағы да Yes дегенге минуспен түсеміз, өшіріп қосуды басамыз. Осылай телефон ішіндегі бетіндегі былай айтқанда графикалық кодтар толықтай осылай форматталады. LG Q6A деп шығады логотип, және телефон қайта қосылады. Мінекей осылай бетінде графикалық кодын біз сіздермен бірге шештік. Егер видео сіздерге пайдалы болған болса, ұнаған болса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздердің біздің видеоға лайк басқандарыңыз өте маңызды, ал біздің каналға тіркелгендеріңіз ол біз үшін өте үлкен бір жетістік. Сау сәлеметте болыңыздар.